Бизнеске бағыт 2. Аз ақшамен бастауға болатын 100 бизнес кейс. Бүгінгі тақырып бизнесменде болу керек тұлғалық қасиеттер. Бизнестің өркендеуі үлкен мақсаттарға, биік шыңға шығу ең әуелі оның құрушысына, кәсіпкерге де байланысты. Сонымен, мықты кәсіпкерлер ие болуы тиіс 20 қасиет. Бірінші, ең бастысы кәсіпкердің өзі жасап жатқан бизнесі, шығарып жатқан өніміне, бизнесінің болашағына деген шексіз сенімі болады. Екінші, олардың әрдайым көздейтін негізгі мақсаттары бар. Үшінші, бизнесмендер үнемі бір нәрсені жасауға, жүзеге асыруға талаптанып жүреді. Төртінші, олар өнертапқыш идея генераторлары. Бесінші, олар қайсар мінезді, табанды келеді. Олар мына нәрседен қалай ақша жасауға болады деп үнемі ойланып жүреді. Жетінші, алдын ала бірнеше жылдарға нақты жоспарлар жасайды. Сегізінші, өз кемшіліктерімен үздіксіз жұмыс жасап отырады. Тоғызыншы, барлығын нөлден бастауға қорықпайды. Оныншы, даму мен өсуді жаны сүйеді. 11, тәуекел ету олардың екінші аты. 12, оларды қорқыту, өз идеясынан бас тартқызу мүмкін емес. 13, олар тұтынушы игілігіне орай қызмет жасауға тырысады. Яғни сапаға жұмыс жасайды. 14, жұрттар мүмкін емес дейтін дүниелердің мүмкін екенін дәлелдеушілер. 15, олар аз ұйықтайды, көп еңбек етеді. 16, олар әрқашан алған біліміне қанағат етпейді, оқу мен ізденіс үстінде жүреді. 17, олар нағыз дипломат, өзгелермен тез тіл табысып келіссөз жүргізе алады. 18, олар энергияға толы. 19, олар елінің өркендеуі үшін өз бизнесі арқылы қалай үлес қоса аламын деп алаңдайды. 20, жаңа технологиялардан әрқашан хабардар болып жүреді, әрі уақыт мерзіміндегі кез келген экономикалық өзгерістерге дайын. Осы барлық тізімді көріп ойлап отқан шығарсыз. Мәссаған, маған мынандай кәсіпкер болу қайда? Деп осы жерден қоя салайын деген үрейлі ой келуі мүмкін. Алайда, тағы да айтамын, табысты кәсіпкерлер аспаннан жаумайды, егін болып өсіп шықпайды. Табысты кәсіпкер тәжірибе мен жиған білімнің арқасында қалыптасады. Олар да жаңылады, олар да қателеседі. Бизнеске бағыт 2. Аз ақшамен бастауға болатын 100 бизнес кейс. Бүгінгі тақырып бизнесменде болу керек тұлғалық қасиеттер. Бизнестің өркендеуі үлкен мақсаттарға, биік шыңға шығу ең әуелі оның құрушысына, кәсіпкерге де байланысты. Сонымен, мықты кәсіпкерлер ие болуы тиіс 20 қасиет. Бірінші, ең бастысы кәсіпкердің өзі жасап жатқан бизнесі, шығарып жатқан өніміне, бизнесінің болашағына деген шексіз сенімі болады. Екінші, олардың әрдайым көздейтін негізгі мақсаттары бар. Үшінші, бизнесмендер үнемі бір нәрсені жасауға, жүзеге асыруға талаптанып жүреді. Төртінші, олар өнертапқыш идея генераторлары. Бесінші, олар қайсар мінезді, табанды келеді. Олар мына нәрседен қалай ақша жасауға болады деп үнемі ойланып жүреді. Жетінші, алдын ала бірнеше жылдарға нақты жоспарлар жасайды. Сегізінші, өз кемшіліктерімен үздіксіз жұмыс жасап отырады. Тоғызыншы, барлығын нөлден бастауға қорықпайды. 10, даму мен өсуді жаны сүйеді. 11, тәуекел ету олардың екінші аты. 12, оларды қорқыту, өз идеясынан бас тартқызу мүмкін емес. 13, олар тұтынушы игілігіне орай қызмет жасауға тырысады. Яғни сапаға жұмыс жасайды. 14, жұрттар мүмкін емес дейтін дүниелердің мүмкін екенін дәлелдеушілер. 15, олар аз ұйықтайды, көп еңбек етеді. 16, олар әрқашан алған біліміне қанағат етпейді, оқу мен ізденіс үстінде жүреді. 17, олар нағыз дипломат, өзгелермен тез тіл табысып келіссөз жүргізе алады. 18, олар энергияға толы. 19, олар елінің өркендеуі үшін өз бизнесі арқылы қалай үлес қоса аламын деп алаңдайды. 20, жаңа технологиялардан әрқашан хабардар болып жүреді, әрі уақыт мерзіміндегі кез келген экономикалық өзгерістерге дайын.
Осы барлық тізімді көріп ойлап отқан шығарсыз. Мәссаған, маған мынандай кәсіпкер болу қайда деп осы жерден қоя салайын деген үрейлі ой келуі мүмкін. Алайда тағы да айтамын, табысты кәсіпкерлер аспаннан жаумайды, егін болып өсіп шықпайды. Табысты кәсіпкер тәжірибе мен жиған білімнің арқасында қалыптасады. Олар да жаңылады, олар да қателеседі.